Ішкіліктің арам саналып тыйым салынуы. Мадинадан надырлар кеткеннен тыйым салынды. Ішкілік арам саналып бақылауға алынды. Шектен шығып өткені мас болып құмар ойынға мұсылмандар малынды. Осы жайлы елшіден сұрайтындар табылды. Оның бірі сахаба Хазіреті Умар Аллаға үкімін бештеп жалынды. Сол кезде түсті Алладан аят келіп нанымды. Артынша Бақара сүресінің 219 аяты түсті. Сенен арақ және құмардың үкімін сұрап жатыр. Оларға айт, оларда арақ және құмарда адамдар үшін үлкен күнә. Және кейбір ғана пайдасы бар, бірақ күнәсі пайдасынан әлдеқайда үлкен. Аяттан соң кейбіреу бас тартты мүлдем арақтан, араларында әлі де ішетін азап шараптан. Кесірінен мастықтың келеңсіз жайттар кездесіп, назарын көптің қаратқан. Намазда тұрып Құранды біреуі қате оқыды. Мұны естіген жамағат Құдайдан қорқып шошыды. Арақтың зиян екенін аяттан оқып тоқыды. Хазіреті Умар Алладан екінші қайта сұрады. Раббым деп қол жайып құлаған мойын бұрады. Ішкілік жайды апанып білдірші деп жағылынып Аллаға дұға қылады. Іле шала мынадай көктен аят құлады. Вайдаю, 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 вайдаю. Ей иман келтіргендер, мас кездеріңде не айтқандарыңды білгенге дейін және жолаушылықтан тыс басқа уақытта жүніп кезінде ғұсыл алғанға дейін намазға жақындамайсыңдар. Ниса сүресінен 43 аяты түсті. Мұсылмандар мұны естіп, елшіге жақын келеді. Келді аят деп Алладан толық оған сенеді. Расулы елшінің намаз жақындағанда, намаз жақындағанда ішпейміз шарап деп еді. Мұны естіген жамағат, мұны естіген пайғамбар бұларға жауап бермеді. Пайғамбарым Мұхаммед ішкілік жайлы ескертіп аятты талдап береді. Дегенмен де күн сайын түзелгеннің санатқан мұсылмандар көбейді. Бір күні кешкі намазға түскен аятқа қарамай біреуі мас болып кіреді. Мұны көрген Хазірет Умар тұрып Аллаға қол жайып дұға қылады. Аллахым жаратқан ішкілік жайлы нақты үкім мұсылмандарға бер деді. Сонда Мәйда сүренің 90-91 аяты уақи болып нақты келгені. Ей иман келтіргендер, ішкілік құмар ойындары, тас мүсіндер мен балашу шайтанның жағымсыз жаман ісінен басқа ештеңе емес. Сондықтан бұлардан бойларыңызды аулақ ұстаңыз. Сонда ғана қорыққандарыңнан құтылып, үкімдерің орындалады. Шайтан ішкілік пен құмар ойындары арқылы араларыңа от салып, кек тастап, сендердің Аллахты еске алып, ықылас пен намаз оқуларыңа кедергі болуға тырысады. Сондықтан бұлардан аулақ болыңыз. Мәйда сүресі 90-91 аяты.
аяттан соң мұсылман ішімдіктен тыйылды, үкіміне Құранның тәртіппенен жиылды. Ішпеуі керек екенін пайдасын біліп тиімді, пайғамбарым Мұхаммед Мадина көшелеріне осы аятты таратып хабар етуді бұйырды. Хабардар болған бар халық шығарып арақ шарапты. Төгуге бәрі келісті, арықтарға құюды. Арқа төккен шараптар өзінше ағып құйылды. Амал етіп Құранға тәртіппенен жиылды. Ішкілікке салынған ақыретте қиынды. Шарап жайлы осымен үкімін беріп жаратқан, тақатты болған жиында. Айдаю, 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 айдаю. Хадисте айтылған, ішкілікке, оны жасаған адамға, жасалған жерге, көтеріп тасығанға, ішкізген адамға, құйғанға, сатқанға, сатып алушыға, одан түскен пайдадан ішіп жегенге Алла нағылет айтқан. Адамда мас қылатын нәрсенің бәрі ішкілік және әрбір мас қылатын нәрсе харам. Егерде кімде-кім дүниеде ішкілік ішіп тәубеге келмей өлер болса, ол ақыретте ақырет шәрбатынан құр қалады. Сондықтан бұлардан бойларыңызды аулақ ұстаңыз, өйткені бұл жамандық атауының кілті. Адамды мас қылатын нәрсенің азы да көбі де харам.